Ал енді Құрманайдың атақты өзінің жанарым деген әнімен өзін тағы бір еске алайық. Кейбіреулер айтып жатыр, мына музыканы қалай жазды. Барлық музыканың осы интернетте бесплатный программа бар, көп қой енді олар. Соның бір жаңа елемес пе еді. Әйтеуір музыкадан кішкене хабарың болса болды, жаза бересіңдер ғой, қиындығы жоқ. Барынша сол замандағыдай жазғың келгені ғой. Соның стилімен, сол баяғы өзіміздің еске алатын стиль ғой енді. Сапар шексем алыста, сен жаныма қалайсың, қиындықта қалыспай, қиялымды жалғайсың. Мол бақыттың жайына да сырласумен айталдым, қарағаймен қайыңдай қатты тұрып жайқалды. Сәулем, 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 кіш алмаған арымсың, сезімдегі жаныңсың, қасымдағы барымсың. Домбыраның үні сен, жүрегімнің жыры сен, жанарымның нұры сен. Күндіз күлген күнімсің, күнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шыққан тайымсың. Домбыраға тағылған егішектеп жұрттастық, үміт алды жағылған келешекке нұртастық. Сәулем, 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 кір шалмаған арымсың, сезімдегі жанымсың, басымдағы бағымсың. Домбыраның үні сен, жүрегімнің жыры сен, жанарымның нұры сен. Өзің сенің мөлдір